Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біздің бүгінгі шығарылымыз осы аптаның соңында болатын. Қазақстандық біздің жанкүйерлер үшін қай жағынан болсын маңызды UFC 315 турниріне арналмақ. UFC 315 турниріндегі басты мейн ивент бұл ерлер арасында 170 фунт салмаққа дейін өтетін титулдық белдесу. Дәл қазіргі чемпион американдық палестиндік жауынгер Белал Мухаммад пен оның қарсыласы нөмір 4-ші орында рейтингте тұрған австралиялық Джек Делла Мадалена арасында өтетін өте тартысты кездесу болмақ. UFC 315 турнирінің ко-мейн ивенті бұл әйелдер арасында 57 кг салмаққа дейінгі, яғни 125 фунт салмаққа дейінгі титулдық кездесу. Дәл қазіргі чемпион, аты аңызға айналған чемпион, осы салмақта 2 мәрте чемпион атанған қырғызстандық Валентина Шевченко мен оның қарсыласы француз қызы Манон Фюро арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Сонымен қатар достар, осы UFC 315 турнирінде қазақстандық жанкүйерлер асыға күткен жауынгеріміз Бекзат Алмахан мен канадалық Брэд Катон арасында өтетін керемет кездесу орын алмақ достар. Достар, осы шығарылым барысында біз бас-аяғы 9 кездесуге тоқталатын боламыз. Әрине, біздің ең алғашқы тоқталатын кездесу отандасымыз Бекзат Алмахан өнер көрсететін 135 фунт салмақтағы, яғни 61 кг салмақтағы кездесу. Отандасымыздың қарсыласы дәл осы UFC 315 турнирі өтіп жатқан Канада елінің өкілі, UFC-да талай жылдан бері өнер көрсетіп келе жатқан, дәл қазіргі сәтте өзінің UFC-дағы екінші келісім шартында жүрген Брэд Катона болмақ. Бас-аяғы бұл жауынгер UFC-да 8 кездесу өткізген, яғни алғашқы келісім шарты бойынша бұл жауынгер 4 кездесу өткізіп, соның 2 кездесуінде жеңіске жетіп, екеуінде жеңіске ұшыраған. Ал дәл қазіргі екінші келісім шарты бойынша да бұл жауынгердің көрсеткіші дәл осындай, яғни 2 жеңіс және 2 жеңіс қатарынан келе жатыр. Өзінің соңғы кездесуінде өткен жылдың қазан айында бұл жауынгер UFC-дағы жас жауынгерлердің бірі, хайптағы жауынгерлердің бірі бразилиялық жас жеткіншек Жан Мацумотоға жеңілген болатын. Брэд Катона бас-аяғы карьерасында 20 кездесу өткізіп, оның 16-сында жеңіске жетіп, 4-еуінде жеңіліске ұшыраған. Жалпы бұл жауынгердің тік тұрып соғысуы мен күрес стилінің өте жақсы деңгейде екенін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің джиу-джитсу стилінде өте жаман емес екендігін білеміз. Өйткені бұл жауынгердің рекордына қарайтын болсақ, бұл жауынгердің 4-1 жеңісі қылқындыру әдісімен аяқталғанын көруге болады. Және де бұл жауынгер, естеріңізге сала кетейін, The Ultimate Fighter теледидарлық шоуы арқылы 2 мәрте UFC келісім шартын ұтып алған. UFC-дағы атап өтетін кездесулеріне келетін болсақ, бұл жауынгер дәл қазіргі чемпион Мераб Двалишвилиге жеңілген атап өтейік. Сонымен қатар жоғарыда атап өткеніміздей, бұл жауынгер UFC-дағы хайптағы жауынгерлердің бірі Жан Мацумотоға да жеңіліс тапқанын білеміз достар. The Ultimate Fighter featherweight winner, Brad Superman Katona. Ал отандасымыз Бекзат Алмаханға тоқталатын болсақ, Бекзат Алмахан UFC-дағы статистикалық көрсеткішке сенетін болсақ, бас-аяғы карьерасында 13 кездесу өткізіп, оның 11-інде жеңіске жетіп, 2-еуінде жеңіліске ұшыраған. Біз білетіндей, Бекзат Алмахан қарсыластарының көбісін нокаутпен, болмаса техникалық нокаутпен жеңіп жүргенін білеміз. Оның рекордына қарабақ, яғни 9 жеңісі нокаутпен аяқталғанына қарабақ, біздің жауынгердің тік тұрып соғысуының өте жоғары деңгейде екенін атап өтуге болады. Сонымен қатар Бекзат Алмаханның жалпы джиу-джитсу стилінде өте жақсы деңгейде екенін білеміз. Бірақ біз білетіндей, Бекзат Алмахан өзінің өткен жылғы наурыз айында өткізген UFC-дағы дебюті барысында Умар Нұрмагомедовке қарсы кездесуде, небәрі 10 күнді қысқа мерзімде шыққан кездесуде өкінішке орай жеңіліс тапқанын білеміз. Бірақ та бұл әрине Бекзат Алмаханның өнеріне баға беретін кездесу емес деп ойлаймын. Өйткені біріншіден атап өткенде, бұл кездесу өте қысқа мерзімде болды. Және де Бекзат Алмаханның виза алу барысындағы мәселелерге байланысты Американың Лас-Вегас қаласына кездесу басталуына небәрі 4 күн қалғанда барғанын білеміз достар. Және де тағы бір атап өтетін нәрсе, Бекзат Алмаханның жалпы 9 нокаутының 7-еуі бірінші раундта орын алған атап өтуге болады. Және де біз еске сала кететін нәрсе, дәл осы Умар Нұрмагомедовтың карьерасына ең алғашқы UFC-дағы нокдауны дәл осы Бекзат Алмаханның қолымен жасалғандығын білеміз. Әрине, сол сәтте бәріміздің әттең-ай деп қалған кезіміз бар екенін атап өтейік. Алла қаласа, алдағы уақыттарда мен жайлы еститін боласыздар. Мен барынша өз-өзімді көрсетуге дайынмын бұйыртса.
әлі шуатам. Сарапшылардың ойы бойынша бұл кездесуде біздің отандасымыз фаворит болып отыр. Менің ойымша бұл кездесуде Бекзат Алмахан Брэд Катонаны төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Өйткені біз білетінді Брэд Катона өзінің UFC-дағы мансабына қарайтын болсақ, бұл жауынгер осы UFC-дағы отымен кіріп күлмен шыққан жауынгерлердің бірі деп айтсақ қателеспейміз достар. Және де бұл жауынгердің The Ultimate Fighter деп аталатын теледидарлық шоу барысындағы кездесулеріне назар аударатын болсаңыз, бұл жауынгердің кездесулері өте қызыққа толы екендігін атап өтейік достар. Және де әрине бұл кездесуде біз Бекзат Алмаханның жеңіске жетуін тілейтін боламыз достар. Мен мұнда жеңілу үшін келген жоқпын мен UFC-ға. Мен мұнда тек қана жеңу үшін келем. Жеңілу ойымда да жоқ, Алла қаласа. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында 205 фунт салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу болмақ. Литва мен Ұлыбританияның атынан қатар өнер көрсететін Модестас Букаускас пен оның қарсыласы Молдова елінің өкілі Ион Куталаба арасында өтетін керемет тартысты кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың ойы бойынша Модестас Букаускас фаворит болып отыр. Біз білетіндей Модестас Букаускастың жалпы тік тұрып соғысу стилі, күрес стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар Модестас Букаускас басқа жартылай ауыр салмақтағы жауынгерлер секілді бұл жауынгердің де нокауттық күші бар жауынгер екендігін атап өтейік. Ал оның қарсыласы молдовалық Ион Куталабаға тоқталатын болсақ, бұл жауынгерде нокаут пен техникалық нокауттардан кем емес. Бұл жауынгердің тік тұрып соғысу мен бокс стилінің жақсы деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің жалпы грэпплинг стилі, джиу-джитсу стилінде өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Оған дәлел ретінде Ион Куталабаның соңғы кездесуі түрік жауынгері Ибо Арсланға қарсы өткізген кездесуі дәлел достар. Менің ойымша бұл кездесуде молдовалық жауынгер Ион Куталаба сарапшылардың ойын теріске шығару арқылы Модестас Букаускасты төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Бірақ та бұл кездесуде сабмишн болмаса техникалық нокаут орын алып жатса таң қалмаймын достар. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл әйелдер арасында 125 фунт салмаққа дейінгі, яғни 57 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу болмақ. Бұрынғы 115 фунт салмақта чемпион болған бразилиялық нөмірі 5-ші орында тұрған Джессика Андраж бен оның қарсыласы нөмірі 9-ші орында тұрған Канада елінің өкілі Жасмин Жасвисиус арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың барлығы дерлік бір ауыздан Жасмин Жасвисиусты анық фаворит ретінде көріп отыр. Бұл әрине түсінікті де жайт, өйткені біріншіден бұл турнир Канадада өтіп отыр және де Жасмин Жасвисиустан сарапшыларды үлкен үміт күтіп отырғандығын көруге болады. Біз білетіндей Джессика Андраждың жалпы тік тұрып соғысуы бокс стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің джиу-джитсу мен грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Ал Жасмин Жасвисиусқа келетін болсақ, бұл жауынгердің күрес стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Және де бұл жауынгерде Джессика Андрададан джиу-джитсу болсын, сонымен қатар грэпплинг жағынан болсын кемде кем емес. Менің ойымша бұл кездесуде Жасмин Жасвисиус өзінің көрермендерінің алдында жақсы өнер көрсету арқылы Джессика Андражды кемінде төрешілердің шешімімен болмаса техникалық нокаутпен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу ерлер арасында жартылай орта салмақта өтетін, яғни 170 фунт салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу болмақ. Дәл осы Канаданың UFC-дағы үлкен үміттерінің бірі Майк Мелот пен оның қарсыласы дәл қазіргі чемпион Белал Мухаммадтың командаластарының бірі американдық Чарльз Радке арасында өтетін керемет тартысты кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың ойы 50-50 болып отыр. Біз білетіне Майк Мелоттың джиу-джитсу стилі, грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің жалпы бокстасу стилі, яғни тік тұрып соғысу стилінің де жаман емес екендігін атап өтейік. Ал американдық Чарльз Радкеге келетін болсақ, бұл жауынгердің қарсыластарын нокаутқа, болмаса техникалық нокаутқа сұлатып жүргенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің күрес стилінде жақсы деңгейде екенін білеміз достар. Бірақ та атап өтетін нәрсе, бұл екі жауынгердің де жалпы кардио жағынан, яғни 3-ші раундтың соңына дейін төбелесу күші өте төмен деңгейде екенін атап өтейік. Бірақ та менің ойымша бұл кездесуде Майк Мелот өзінің көрермендерін төмен қаратпай, канадалық жанкүйерлердің алдында өте керемет өнер көрсету арқылы американдық Чарльз Радкеден жеңісті төрешілердің шешімімен жұлып алуы тиіс деп есептеймін. For the winner by unanimous decision, Robert Mike Malone!
Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу осы UFC 315 турнирінің мейн картындағы шымылдықты ашатын кездесу болмақ. Ерлер арасында 155 фунт салмаққа дейінгі, яғни 70 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу болмақ. Дәл қазіргі сәтте осы рейтингті нөмірі 13-ші орында тұрған, кезінде хайпта болған жауынгерлердің бірі француздық Бенуа Сен-Дени мен оның қарсыласы канадалық осы кездесуді небәрі 5 күн қалғанда қабылдап отырған Кайл Приполик арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Біз білетінде Бенуа Сен-Денидің негізгі қарсыласы испаниялық Джоэль Альварес болуы керек болатын. Бірақ та Джоэль Альварестің кездесу басталуына небәрі 5-6 күн қалғанда ауыр жарақат алуына байланысты оның орнына қысқа мерзімде жоғарыда атап өткендей Кайл Приполик шығып отыр. Бұл кездесуде сарапшылардың ойы бойынша Бенуа Сен-Дени 100% анық фаворит ретінде есептелініп отыр. Өйткені Бенуа Сен-Денидің жалпы бокс стилі, тік тұрып соғысу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің карате стилі, таэквондо стилі, сонымен қатар джиу-джитсу мен грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Ал канадалық Кайл Приполикке келетін болсақ, бұл жауынгердің жалпы нокауттық күші бар жауынгер екендігін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің бокс стилі, тік тұрып соғысу мен джиу-джитсу стилінің өте жақсы деңгейде екенін білеміз, достар. Менің ойымша бұл кездесуде француздық Бенуа Сен-Дени сарапшылардың ойын жоққа шығармай Кайл Приполикті техникалық нокаутпен болмаса сабмишнмен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл әйелдер арасында 125 фунт салмақта өтетін тағы бір керемет кездесу болмақ, достар. Дәл осы салмақта топ 5-ке кіретін қос ару, дәл қазіргі сәтте нөмірі 1-ші орында тұрған бұрынғы чемпион, UFC жанкерлерінің сүйіктісіне айналған мексикандық Алекса Грассо мен оның қарсыласы нөмір 5-ші орында тұрған, дәл қазіргі сәттегі хайпта жүрген бразилиялық ару қыздардың бірі нөмір 5-ші орындағы Наталья Сильва арасында өтетін өте тартысты керемет кездесу болмақ, достар. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік бразилиялық Наталья Сильваны анық фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетінде Наталья Сильваның жалпы бокс стилі, тік тұрып соғысу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Және де әрбір бразилиялық жауынгерге тән Наталья Сильваның грэпплинг стилі мен джиу-джитсу стилінің өте жоғары деңгейде екенін білеміз. Ал мексикандық Алекса Грассоға келетін болсақ, бірінші атап өтетін нәрсе Алекса Грассоның жалпы бокс стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз, достар. Сонымен қатар бұл жауынгердің джиу-джитсу стилі мен грэпплинг стилінің өте жоғары деңгейде екенін атап өтейік. Біз білетінде Алекса Грассоның жалпы грэпплинг пен джиу-джитсу стиліндегі негізгі бапкері Диего Лопес екенін білеміз, достар. Наталья Сильва бұл кездесуде жеңіске жету арқылы әрине титулға нөмірі 1-ші үміткер болғысы келеді. Ал нөмірі 1-ші орында дәл қазіргі рейтингте тұрған мексикандық ару Алекса Грассо титулдық белбеуге қайта оралу үшін қолынан келгеннің барлығын жасайтын болады, достар. Менің ойымша бұл кездесуде мексикандық Алекса Грассо Наталья Сильваны кемінде төрешілердің шешімімен болмаса техникалық нокаутпен жеңу арқылы қайтадан титулдық белбеуге оралуы тиіс деп есептеймін. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу, достар, ерлер арасында 61 кг салмаққа дейінгі, яғни 135 фунт салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу болмақ. Бұрынғы жартылай жеңіл салмақтың, яғни 145 фунт салмақта WEC промоушны мен UFC-да даңқты жауынгер болған, бірнеше мәрте чемпион болған бразилиялық Жозе Алдо мен оның қарсыласы нөмірі 15-ші орында тұрған Канада елінің өкілі Эйман Захаби арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік аңыз адам Жозе Алдоны фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей Жозе Алдоның бокс стилі, грэпплинг стилі, джиу-джитсу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Бұл жауынгердің жасы келіп қалса да әлі де өзінің бабында екенін атап өтейік. Сондықтан да бұл жауынгер бекерден бекер әлі күнге дейін топ 5-те, топ 10-лықта жүрген жоқ. Ал канадалық Эйман Захабиге келетін болсақ, бұл жауынгердің ground and pound, джиу-джитсу стилі, грэпплинг стилі мен бокс тасу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Және де атап өтетін нәрсе, бұл жауынгер кезіндегі UFC-дағы ұлы жауынгерлердің бірі Джордж Сен-Пьердің жаттықтырушысы
Фираз Захабидің туған інісі болып табылады. Және де біз білетіндей, бұл жауынгер Фираз Захабидің қол астында жаттығатынын білеміз достар. Менің ойымша бұл кездесуде аңыз адам Жозе Алдо кемінде төрешілердің шешімімен, болмаса екі төрешінің басымдық шешімімен Эйман Захабиді жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Бірақ та Эйман Захабидің өзінің көрермендерінің алдында үлкен тосынсый жасауында жоққа шығармаймын достар. Jose Aldo getting busy on the feet. Body shots. Moicano is wobbled behind it, trying to hang in. The knee to the face. Knee up top. Jose Aldo turning back the clock. Jose Aldo. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу достар UFC 315 турнирінің co-main eventi. Әйелдер арасында 125 фунт салмаққа дейін өтетін керемет титулдық белдесу болмақ. Жанкүйерлердің өте көптен күткен кездесуі дәл қазіргі чемпион қырғызстандық Валентина Шевченко мен нөмірі 1-ші орында рейтингте тұрған. Бір жылдан бері осы титулдық белдесуді күтіп жүрген француздық Манон Фюро арасында өтетін керемет тартысты кездесу болмақ достар. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Манон Фюроны фаворит ретінде көріп отыр. Әрине біз білетіндей Валентина Шевченко бұл UFC-да өзінің титулын 7 мәрте қорғаған аңыз жауынгерлердің бірі. Әрине бұл көрші Қырғызстан елінің мақтанышы болып табылады. Валентина Шевченконың біз білетіндей барлық жағынан керемет дамыған жауынгер екендігін білеміз. Бұл жауынгердің бокстасу стилі, күресу стилі, грэпплинг стилі, джиу-джитсу, граунд энд паунд стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Ал француздық Манон Фюроға тоқталатын болсақ, Манон Фюроның атап өтетін нәрсесі бұл жауынгердің муайтай стилі мен кикбоксинг стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз достар. Қос жауынгердің соңғы өткізген екі кездесуіне тоқталатын болсақ, Манон Фюро өзінің соңғы екі кездесуінде біз білетіндей өткен жылы наурыз айында Американың Атлантик Сити қаласында өткен UFC Fight Night-тың бас кездесуінде Американың үміті Эрин Бланчфилдті 5 раунд бойы доминантты түрде жеңіске жеткенін білеміз. Ал оның алдында кездесуде Манон Фюро 115 фунт салмақта 2 мәрте чемпион болған, дәл қазіргі сәтте 57 кг салмақта өнер көрсетіп жүрген Роуз Намаюнусты жеңіске жеткенін білеміз. Ал Валентина Шевченконың соңғы екі кездесуіне тоқталатын болсақ, әрине біз білетіндей Валентина Шевченко UFC 306 турнирінде Алекса Грассомен өткен 3-ші кездесуде жеңіске жеткен болатын төрешілердің айқын басымдылық шешімімен. Ал оның алдында өткізген бір жыл бұрынғы Мексиканың тәуелсіздік күніне ұйымдастырылған арнайы UFC Fight Night-та Алекса Грассомен тағы бір екінші кездесуінде тең нәтижемен аяқталғандығын білеміз. Менің ойымша бұл кездесуде Валентина Шевченко Манон Фюродан төрешілердің шешімімен басым түсу арқылы доминантты түрде жеңіске жету арқылы өзінің екінші рет чемпион болу барысындағы алғашқы титулдық белдесуін сәтті қорғауы тиіс деп есептеймін достар. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу достар ерлер арасында 170 фунт салмақта өтетін қазақстандық жанкүйерлер, яғни барлығымыз асыға күтіп отырған біз үшін ең маңызды кездесулердің бірі. Чемпиондық кездесу. Дәл қазіргі чемпион американдық Палестин жауынгері Белал Мухаммад пен оның қарсыласы нөмір 4-ші орында тұрған австралиялық Джек Делла Мадален арасында өтетін титулдық кездесу болмақ. Біз білетіндей, әрине UFC-дің бастапқы жоспары бойынша Белал Мухаммад пен Шавкат Рахмонов UFC 310 турнирінде, яғни өткен жылдың желтоқсан айында жолығу керек болатын. Бірақ та турнир басталуына небәрі 4-5 апта қалған кезде Белал Мухаммадтың жарақат алуына байланысты бұл кездесу орын алмай қалды. Бірақ та соған қарамастан біздің жауынгер Шавкат Рахмонов сол картта қалуды шешім қабылдап, сол кездегі нөмірі 7-ші орында тұрған рейтингтегі ирландиялық Иэн Герри мен нөмірі 1-ші үміткер кім болады деген керемет кездесу өткізген болатын. Сол кездесуде өте тартысты кездесуде Шавкат Рахмонов 48-47 есебімен Иэн Герриді жеңіске жеткен болатын. Сол жеңістен кейін барлығымыз әрине Шавкат Рахмонов міндетті түрде келесі жолы Белал Мухаммадтың ең алғашқы титулдық белбеуін қорғайтын кездесуіне шығады деп күткен болатынбыз. Және де UFC-дің бастапқы жоспары бойынша бұл кездесу UFC 315 турнирінде Канаданың Монреал қаласында орын алу керек болатын. Барлығымыз күткендей, осы UFC 315 турнирінде Шавкат Рахмонов пен Бекзат Алмахан екеуі қатар өнер көрсетеді деп күткен болатынбыз. Бірақ та өкінішке орай
Ақпан айында шыққан жаңалықтарға байланысты және Дана Уайттың жалпы ресми мәлімдемесіне байланысты өкінішке орай Шавкат Рахмонов титулдық белбеуге шықпас бұрын жарақатын 100% толықтай емдеуге шешім қабылдаған екен. Осыған да байланысты нөмір 5 орында тұрған Джек Деле Мадальяны титулдық белдесуге шығып отыр достар. Ты серьезно? Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік дәл қазіргі чемпион Белал Мұхаммадты анық фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей Белал Мұхаммадтың жалпы кардиосы, яғни 5 раунд бойы жұмыс істеуі өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің тік тұрып соғысуының өте керемет деңгейге, жақсы деңгейге жеткенін өзінің соңғы кездесуі Леон Эдвардсқа қарсы өткізген кездесуі дәлел. Сонымен қатар бұл жауынгердің күрес стилі мен ground and pound стилінің өте жақсы деңгейде екенін атап өтейік. Ал австралиялық Джек Деле Мадальянаға келетін болсақ, бұл жауынгердің тік тұрып соғысу стилі, бокс стилінің өте жақсы деңгейде екенін білеміз, керемет деңгейде екенін білеміз достар. Бірақ та бұл жауынгердің өкінішке орай грэплинг стилі мен джиу-джитсу стилінің, күрес стилінің өте әлсіз екендігін байқауға болады. Өйткені біз білетіндей Джек Деле Мадальяна өзінің соңғы кездесуінде бразилиялық Гилберт Бернске 3 раунд бойы жеңіліп жатып, кездесу аяқталуына небәрі 45-40 секунд қалғанда Гилберт Бернсті техникалық нокаутпен жеңіске жеткенін білеміз. Және де сол кездесуде 3 раунд бойы Гилберт Бернс осы Джек Деле Мадальянаға ешқандай мүмкіндік бермеу арқылы төрешілердің есеп қағаздарында алда келе жатқан болатын. Вот это поворот! Қос жауынгердің соңғы өткізген 3 кездесуіне тоқталатын болсақ, дәл қазіргі чемпион Белал Мұхаммад өзінің соңғы кездесуін біз білетіндей UFC 304 турнирінде өткен жылы шілде айында өткізген Ұлыбританияның Манчестер қаласындағы турнирінде сол кездегі чемпион Леон Эдвардсты 5 раунд бойы доминантты түрде жеңіске жету арқылы белбеуді тартып алған болатын. Ал оның алдындағы UFC 288 турнирінде біз білетіндей Белал Мұхаммад 5 раундтық кездесуде бразилиялық Гилберт Бернсті жеңіске жеткенін білеміз достар. Ал оның алдындағы кездесуде біз білетіндей Белал Мұхаммад көпшілікті таңғалдыру арқылы сол кезде жеңілмей келе жатқан американдық Шон Брейдиді UFC 280 турнирінде техникалық нокаутпен жеңіске жеткенін білеміз. Ал оның қарсыласы Джек Деле Мадальянаға тоқталатын болсақ, Джек Деле Мадальяна жоғарыда атап өткендей өзінің кездесуін 1 жылдан аса уақыт бұрын UFC 299 турнирінде бразилиялық Гилберт Бернске қарсы өткізген болатын. Сол кездесуде бұл жауынгер Гилберт Бернсті 3-ші раундта нокаутпен жеңіске жеткенін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде Джек Деле Мадальяна Кевин Холландты төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде бұл жауынгер Басил Хафесті екі төрешінің басымдылық шешімімен жеңіске жеткенін атап өтейік. Менің ойымша бұл кездесуде Белал Мұхаммад Джек Деле Мадальянаны төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Өйткені қай жағынан алып қарасақ та Белал Мұхаммадтың жеңіске жетуі біз үшін қазақстандық жанкүйерлер үшін өте тиімді болмақ. Біріншіден, егер Белал Мұхаммад жеңіске жететін болса, нөмір 1 орында тұрған Шон Брейдиге қарсы рематч, яғни реваншқа қарағанда Шавкат Рахмоновпен тың кездесу өткізу UFC үшін де, сонымен қатар UFC-дің промоутерлары мен барлық жанкүйерлер үшін де өте қызықты болмақ. Және де сонымен қатар бұл кездесу жалпы pay-per-view, яғни ақылы трансляция сатуға өте тиімді болмақ. Ал біз білетіндей көп жағдайда UFC рематч, яғни реванш өткізуді онша ұната бермейтінін білеміз достар. Екіншіден, егер де Джек Деле Мадальяна Белал Мұхаммадты жеңетін болса, осы 170 фунт салмаққа дәл қазіргі жеңіл салмақтың чемпионы Ислам Махачевтің көтерілуі әбден мүмкін деген үлкен сыбыстар жүргенін барлығымыз білеміз достар. Үшіншіден айтатын болсақ, Белал Мұхаммадтың жеңіске жетуі осыған дейін 2 мәрте болмай қалған Шавкат Рахмоновпен кездесудің нүктесін қоюға үлкен себеп болатыны анық достар. Әрине барлығымыз білетіндей Ұлыбританияның Лондон қаласында өткен UFC Fight Night-тағы Шон Брейдидің Леон Эдвардсты доминантты түрде сабмишнмен жеңіске жетуі осы 170 фунт салмақтағы рейтингке үлкен өзгерістер алып келгендігін білеміз. Және де сол жеңіс арқылы Шон Брейдиді өзінің титулға лайық екендігін, Белал Мұхаммадпен рематч, яғни реванш өткізуге әбден лайық екендігін атап өтіп жүр достар. Және де өзіміз білетіндей осыдан 2 апта бұрын орын алған UFC Канзас Ситиде орын алған Иэн Мачадо Герри мен оның қарсыласы Карлос Пратестің арасындағы кездесуден кейін де ирландиялық жауынгердің де дәл қазіргі сәтте үлкен талқыға түсіп жүргендігін білеміз. Естеріңізге сала кетейік, осы UFC 315 турниріндегі сақтандырушы жауынгер ретінде дәл осы Иэн Мачадо Герри болмақ достар. Және де Карлос Пратеске қарсы өткізген кездесуден кейін, өзінің жеңісінен кейін Иэн Мачадо Герри
журналистерге берген сұхбатында баспасөз мәслихаты барысында үлкен хабарламалар тастағанын да білеміз достар. Иэн Герридің ойы бойынша да ол да титулдық бәсекеге әбден лайық жауынгер екендігін де атап өтіп жүр. Жалпы атап өтетін нәрсе осы 170 фунт салмақтағы 77 кг салмақтағы дәл қазіргі жауынгерлердің кездесулері үлкен талқыға түсуде. Әрине осы талқыға түсу барысында біздің Шавкат Рахмонов жақын арада қатарға тез қосылады деген үміттеміз достар. Олай болмаған жағдайда әрине біз білетіндей жоғарыда атап өткен жауынгерлермен қоса осы маусым айында өтетін Хоакин Бакли мен Камару Усман арасында кездесудің жеңімпазына да титулдық мүмкіндік берілуі әбден мүмкін достар. Жалпы UFC 315 турниріне байланысты ойларыңызды міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Бастысы каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Белал Мұхаммад пен Джек Дале Мадаленаға қатысты ойларыңызды міндетті түрде жеке жаза кетіңіздер достар.